Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез жасалынатын таңғы асқа арналған сырный лепешкенің рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар ол сыр, менде моцарелла, сүт, ұн, қант, бір жұмыртқа, қопсытқыш және де шым-шым тұз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, оған тұз бен қантты салып, венчикпен араластырамыз. Сүтті құямыз, оның үстінен үкіштен өткізілген моцарелланы немесе сулугуниді салсаңыздар болады. Бұны да жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстінен міндетті түрде електен өткізілген ұн мен қопсытқышты саламыз да, осылай араластырып қамырды шығарамыз. Бізде қою және де осылай қасықтан ағып түсетіндей болатын қамыр болады. Енді табамызды отқа қойып, оны жақсылап майлап, қамырымыздың теңдей жартысын осылай саламыз. Яғни бізде бұл қамырдан 2 лепешка шығады. Жақсылап жайып шығамыз және де өте төмен отта қақпақтың астында 10 минуттай пісіреміз. Жан-жағын лопаткамен немесе қасықпен осылай ажыратып аламыз және де екінші бетіне аударып, оны да төмен отта қақпақтың астында толықтай піскенше ұстаймыз. Екіншісінде дәл солай пісіріп аламыз, сосын ұсына берсеңіз болады. Мен осылай пицца тәріздес бөліп, кетчуппен ұсынуды жөн көрдім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді, үй ішіңіздің барлығына ұнайды, әрі таңғы асқа тойымды болып келеді. Егер де менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.